Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін термомиксте осындай өте дәмді, керемет болып шығатын пюре дайындаймыз. Жұп-жұмсақ, өте ерекше болып шығады және тефтелин бірге пісіреміз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Барлық қажетті құрамдарын описаниеге жазып қалдырамын. Ең әуелі термомиксімізге бабочкамызды орнатамыз. Және картоптарымызды жуып тазалап, ұсақтап турап аламыз. Чашамызға саламыз және үстіне сүтімізді құямыз. Дәміне қарай тұзын қосамыз. Достар, менің алдыңғы видеомда тефтелидің рецептісі бар. Сол тефтелиді салып бірге пісіретін боламыз. Тефтелиімізді үстіне салып 25 минут 95 градус скорость бірге қоямыз. Пюреміз әбден піскеннен кейін тефтелиімізді де бірге түсіріп аламыз. Тефтелиімізді түсіріп болғаннан кейін біз пюремізге сары майымызды қосамыз. Және қақпағын жауып, тағы да 30 секунд скорость 3-ке қоямыз. Біздің пюреміз дайын, өте дәмді болып шығады және өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Видеомды толығымен көрген болсаңыздар, маған лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Және маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Тағы да осындай керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Пюремізді осылай салып аламыз және қасына тефтелиімізді саламыз. Пюренің дәмі өте ерекше болып шығады. Ас болсын.